Сәлем достар! Бүгін құжат тапсыру кезінде жиі қолданылатын сөздерді және ып, эп, п жұрнақтарын үйренеміз. Бұл қосымшалар бірнеше әрекетті рет-ретімен бір сөйлемде айтуға көмектеседі. Сәлеметсіз бе? Жеке куәлігімді ауыстырайын деп едім. Сәлеметсіз бе? Алдымен онлайн кезекке тұрып, мына жерден талон алыңыз. Міне, өтінішті толтырып келдім. Жақсы, енді қол қойып, мына жерге өткізіңіз. Төлқұжат деректері дұрыс. Ескі құжатыңызды тапсырасыз ба? Жоғалтып алып едім. Түсінікті. Онда жоғалтып алғаныңыз жайлы түсініктеме жазып, өтінішке тіркеңіз. Құжатыңыз 10 жұмыс күні ішінде дайын болады. Рахмет, сау болыңыз. Жеке куәлік. Туу туралы куәлік. Неке қию туралы куәлік. Өмір баян. Өтініш. Мерзімі өту. Тапсыру. Толтыру. Кезекке тұру. Ауыстыру. Жоғалту. Жеке куәлік. 16 жасқа толғанда алатын құжат. Туу туралы куәлік. Адам туғанда ең бірінші берілетін құжат. Неке қию туралы куәлік. Отбасын құрғанда берілетін құжат. Өмір баян. Өзі туралы жазылатын құжат. Өтініш. Жұмысқа тұру үшін жазылатын бірінші құжат. Мерзімі өту. Құжаттың жарамдылық уақытының аяқталуы. Тапсыру. Құжаттарды ресми мекемеге беру. Толтыру. Бланкке немесе өтінішке қажетті ақпаратты жазу. Кезекке тұру. Қызмет алу үшін өз кезегін күту. Ауыстыру. Ескі құжаттың орнына жаңасын алу. Жоғалту. Құжатты жоғалтып алу. ып, эп, п қосымшасы әрекеттер ретімен орындалғанын көрсетеді. Онлайн кезекке тұрып, өтінішті толтырдым. Өтінішті тапсырып, түбіртек алдым. Ескі құжатымды жоғалтып, жаңасын жасаттым. Болат халыққа қызмет көрсету орталығына барды. Ол онлайн кезекке тұрып, өтініш толтырды. Қызметкер құжатын қабылдап, 10 жұмыс күні ішінде дайын болатынын айтты. Болат қайда барды? Халыққа қызмет көрсету орталығына барды. Құжат қашан дайын болады? 10 жұмыс күні ішінде. Алдымен не істеді? Қандай құжат толтырды? Бос орынды толтырыңыз. Мен өтінішті келдім.
ол құжатын алды. Біз кезекке келдік. Өтінішті кетемін. Реттілік құрастыру. 4 қадамды дұрыс ретке келтір. Талон алу, өтініш толтыру, құжат тапсыру. Келу, талон алу, өтініш толтыру, құжат тапсыру. Қысқа рөлдік жауап. Алдымен не істейсіз? Алдымен онлайн кезекке тұрып, талон аламын. Үй тапсырмасы. Өз тәжірибеңізден 2 сөйлем жазыңыз. Халыққа қызмет көрсету орталығына не үшін бардыңыз және қандай қадамдар жасадыңыз? ып, эп, п формасымен бір күрделі сөйлем құраңыз. Келесі сабақ отбасымен танысыңыз. Жаңа туыстық атаулар және үйрену үлгілері. Бүгін біз құжат тапсырудың негізгі қадамдарын, сыпайы тіркестерді және ып, эп, п қосымшасының құрылымын қайталадық. Келіп, талон алып, өтініш толтырып тапсырамыз. Реттілікті есте сақтаңыз. Келесі шығарылымда кездескенше.